осы халықтың пікірін білу, барлық халық түгел қатысса, неғұрлым референдум тек қана конституция ғана емес, кейде бір жекелеген заңдардың практикада кейбір баптарда осы референдумға шығарылатын дәстүр бар. 95 жылы өткен референдум, одан бері қарай 27 жылдан кейін бірінші рет өтіп жатыр. Әрине, бұл ең басты мәселе, бұл журналистика кадрларын даярлау сапасына байланысты мәселені түртіп алдым, және мынау блогерлерді реттеу, солардың жұмысын заңдастыру деген мәселемен. Бұл жерде блогерлерді журналистерді блогерлерге қарсы қою дұрыс емес. Екеуі де қоғамға қызмет етіп жатқан кәсіп иелері, сондықтан олардың жұмысын реттеу және олардың жұмысының тиімділігін арттыру бұл басты маңызды мәселе деп ойлаймын. Менің блогым бар, өзім Фейсбукта да бармын, Инстаграмда да бармын. Егер ұсыныстар болатын болса жіберіңіздер, және ол мәжіліске келіп түскен кезде ол жаңағы заңның жобасын министрлік дайындап жатыр, жаңағы ақпарат және қоғамдық даму министрлігі. Сосын сол түскеннен кейін сіздер кез келген журналист, кез келген азамат оған өз ұсынысын беруге мәжілістің сайтын ашып қарайды, соған ұсынысын енгізуге құқығы бар және мүмкіндігі бар.